Гуглға кіріп, поисқа рандом групп генератор деп жазамыз. Бірінші тұрғанды таңдап, мой классқа мен 9-шы А классын жазамын. Және де екінші тұрғанға оқушылардың аты жөнін енгіземін. Бұнда оқушылардың аты жөнінен дайын аламда вставить арқылы енгізіп беремін. Және де осы оқушыларды осы топта 3 топқа жіктеймін. Негізі Гуглге кіріп спиннер well деп жазамыз. Бізге 2 спиннер керек, сондықтан плюс батырмасын басып 2 спиннер таңдап аламыз. Біріншісіне оқушының аты жөнін жазамыз, екіншісіне сол оқушыларға берілетін тапсырмаларды, сұрақтарды енгіземіз. Мен сұрақтарды арнайы жазып алып, соны копировать етіп, вставить етіп енгізе қоямын. Бұнда бірінші спиннерде бірінші оқушыны таңдаймыз, екінші спиннерде сол оқушыға. Кіріп ансатын гарден деп жазып, сол неге кіреміз. Бұнда кіргеннен кейін мен тілді таңдап аламын, қазақ тіліне қоямын. Плюс батырмасын басып, тақырыпқа бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма деген сұрақ қоямын. Өйткені бұл сайтты кері байланыс ретінде қолданып отырмын. Содан кейін кнопкасын басып, экранды шығарып аламын. Экран шыққаннан кейін батырмасын басып, сілтемені тауып, оқушыларға сілтемені жіберемін. Бұл сілтемеге кіріп оқушылар осы сұраққа жауап береді. Сұраққа смайлик арқылы немесе өздерінің пікірлерін қалдыра отырады.